Полезен, полезно, полезно, полезный. Сөздерін қай кезде қолданамыз? Полезен бұл мужской род сөзі. Мысалы, спорт очень полезен для нашего организма. Бұл сөйлемде спорт сөзі мужской род. Сондықтан да полезен мужской род сөзін қолданамыз. Полезно женский род сөздерімен қолданамыз. Мысалы, морковь полезна благодаря своему богатому содержанию витаминов и минералов. Бұл сөйлемде морковь бұл женский род сөзі. Сондықтан да полезно сөзін қолданамыз. Полезно бұл средний род сөзі. Мысалы, плавание очень полезно для здоровья. Бұл сөйлемде плавание деген сөз средний род сөзі болғандықтан осы сөзбен полезно деген сөзді қолданамыз. Полезный бұл көпше түрде қолданамыз. Мысалы, эти статьи полезны для освоения новой темы. Бұл сөйлемде статьи деген сөз көпше түрде.